Так, достар, видеоны бастамастан бұрын айтып кетейін. Видеоны до конца қарап шығыңдар, қызықтар болады. Давайте. И бақтарыңа сәлем достар. Сендермен бүгін мен тағы Рези. Да, короче, бүгін бізде туториал болмақшы. Қалай андроидта топовый превью жасайды деген. Осы видеоны лайктарыңды баса отырыңдар. Дәл осындай туториалдар шықсында сендер онда көп лайк пен подписка жинаңыздар. Сосын көп туториалдар шығаратын боламын. Және достар, осындай превьюларды жасап көрсететін боламын. Ал ендеше кеттік достар. Сіздер ол үшін лайктарыңды басып, видеоны приглашить етейін. Spotlight, moonlight, nigga, why you tripping, get your Mariah. Shorty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, Maya. Так, достар, сіздерге ең алдымен осындай писап деген программа қажет болады. Және достар, стильдер қажет болады. Так, достар, ендеше біз дейтін осы стильдерді жасап боламыз. Так, короче, мысалы көрсетіп кетейін біреуін. Біз фон өзімнің басқа шрифтін таңдаймын. Так, короче, басқа шрифт таңдаймыз өзімізге. Маған мына шрифттер ұнап қалған болатын. Мына жерде бір шрифт бар. Так, короче, маған қатмайтын шрифттің бірі бар осы жерде. Достар, мен осы шрифт өте керемет. Достар, өстіп жасап болғаннан кейін видеоны оған шейін стопқа қоя тұратын болады. Так, достар, сіздерге стильдерді создать етіп болғаннан кейін сіздерге PrestoTouch деген программа керек болады. Сіздер осының ішіне кіріп, бұл сайт документте создать етесіздер. Размер, достар, 1200-де, қателеспесем 1200-де 720 болу керек. 720. Біз осы өзіміздің немізді. И сосын достар, бізге фон керек. Короче, айтқанда Майнкрафт фондары керек. Міне өзімен фондар бар менде. Шетелдік и фондар көп өте. Так, достар, біз осылай фондарды создать етемізді. Үлкейтіп қойын шамалымен де ширинасын. Так, барыншына үлкейтіп қоямыз осылайынан. Так, достар, ендеше біз дейтін осыған рамка жасайтын боламыз. Өзімен оған керек емес енді. Так, достар, біз дейтін рамка жасау үшін өзімізге тағы да пустой слойды не істейміз. Осы пустой слойды біз үлкейтіп аламыз да. Короче, мына жерден дұрыс осылай. Так, короче, осылайын аламыз да. Енді біз обводка жасайтын боламыз. Короче, мен осыны 28-ге апарам. Так, достар, 28-де тұру керек. Қателеспесем. Достар, 28-ге апарамыз. Сосын біз өзімізге енді осыны жасап болғаннан кейін қоямыз да, осыны переклейтен қыламыз. Короче, достар, осы видеоны адаптациясын лайктан басында апарып переклейтаға қоямыз. Міне достар, бізде осындай тамаша өте кереметтей рамка шығады. Міне достар, рамканың екі түрі бар, тағы да полосы дейтін түрі де болады. Маған әйтеуір осы түрімен жасай берсін де болады. Сіздер адаптациясын лайктарын басыңдар. Достар, енді біз жаңағы текстімізді, скринімізді алатын боламыз. Ол үшін бізге тағы да создать етеміз. Короче, айтқанда өзіміздің папчикімізге кіретін, жаңа пикселап папкасына кіретін боламыз. Міне өзіміздің. Так, достар, қателеспесем мынаны удалить тастайын, потому что мен бірінші позамды қойып алғаннан кейін барып жасаймыз. А то достар ыңғайсыз болып қалады, мынау алады кейде маған. Так, достар, енді біз өзіміздің позамды тауып болғаннан кейін қайтадан видеоны шығарамыз. Так, достар, міне менің позамды алдым. Так, короче, біз осылай қоямыз позаны. Дәл осылай қоятын боламыз. Енді достар, біз дейтін өзіміздің жаңа тексттерімізді создать ететін боламыз. Так, короче, ұнаватса лайктарыңды басып қойыңдар. Міне осылайынан қоятын боламыз. Кішірейтеміз ширинасын шамалы. Осылай тұрады мына жерде. Енді біз тағы да өзіміздің тексттерімізді алатын боламыз. Қайта айтам. Достар, енді осылайынан аштық. Жараса кетеді осылай андроидтан. Так, андроидтан превью дедім. Міне. Так, достар, міне шамалына кішірейтейін, өткені екеуін бірге қоям. Превью жасайды дейміз. Так, жасайды деп қоятын боламыз. Міне жасайды соңғы тексті. Шынымен бірде қоғымыз керек біз дейтін. Міне. Так, достар, міне осайына қоятын боламыз. Жасайды дедім. Енді достар, біз енді бұл жерден бүкілін аламыз да. Короче, нам басамыз. Абет предыдущийға бүйтіп қоямыз. Сол кезде бүкіл текст бірігеді. Так, достар, енді біз осыны обводка болғанша мен стопқа қоя тұрам тағы да. И так, достар, біз осындай тағы да жалғастыратын боламыз.
И достар, біз тағы да өзімізге пусто создать ететін боламыз. Так, создать еткеннен кейін так достар, біз мынаған кіремізді енді жасап болғаннан кейін біз мына жерге так жоқ, мына жерге барамыз да достар, выдавлять пиксельді басамыз. Басқаннан кейін мына жерге кіремізді обводқа жасайтын боламыз. Так, обводканы біз қателеспесем 11-ге апарайық. Так достар, 11-ге апардық. Енді достар, біз дейтін не істегеннен кейін маған кіремізді. Так, жоқ, маған кіремізді мына жерден басамыз. Отменить выдавлениені басқаннан кейін жер басып көреміз. Так достар, міне шығып тұрады. И достар, біз просто кіремізді выдавлять пиксельді басамыз. Мына жерде барып выдавлять пиксельді басамыз. И достар, просто біз градиентке кіреміз. Достар, міне осылай келеді бізге. Сосын біз оны мені қаратсақ та болады. Әртүрлі қылып, короче, міне осындай қыламыз. Бұл екі есе әдемі шығады. Өте қарап көріңіздер өздеріңіз. Міне достар, топовый болып шығады. Осындай превью жасасын лайктарында басыңдар достар. Так достар, ендеше біз дейтін эффекттерімізді алатын боламыз. Так, мысалы қазір мен достар, маған бір ой келіп тұр. Маған дейтін мен барамды мына жерге аламыз. Так, мынаны алғаннан кейін так, біз осы жерге қоямыз. Так, осылай қоямыз. Так, сосын достар, біз дейтін осы жерге барамыз да. Міне, осы жерге барамыз да өзіміздің эффектімізді аламыз. Эффекті для міне рамкамызды аламыз. Короче, барамыз да өзіміздің рамкамызды алып осы жерге дейін кішірейтетін боламыз. Осын достарына превьюдің өзінде рамка керек. Так, мынау что-то маған келмейтін сияқты. Так, келем әлде. Так, что-то келмейтін сияқты достарда. Келмейді. Так, келмейтін сияқты что-то маған. Так, енді достар, соған қапалан қойық. Енді біз осылай үлкейтемізді наны. Превьюға қоятын боламыз. Так, жаймен деп қойық. Что-то келмейтір превьюға да. Так, достар, енді біз шамалы сәл-пәл істетейік. Төбесіне де жабу керек. Так, достар, бұл өте қиындау болады. Енді осылай тұра берсін онда. И достар, рамкасы көрінбейді. Бұны удалить тастай берейік. Так, короче, бізге бұл қоқыс болсын санады. Так, достар, енді маған стрелка керек. Тек просто стрелканы аламыз да әжейсін байына қаратамыз. Ана превьюға барамыз. Так, достар, міне дону алды сайын өзім папчикіме кірем. Так, енді мен өзімнің стрелкамды алатын болам әрине. Менің стрелкам міне, короче, добавить алсамыз. Енді достар, біз осылайнан қаратамыз да. Бұлайнан қоямыз да. Міне, осылайна қоямыз. Міне, осылай әдемі болып шығады. Так, достар, ендеше осы превьюді сағат етеміз. Сағат етпестен бұны достар, мен лайктан жерге лайк бастайын сияқтан жерге колокольчикті қойып көтейін. Міне, ол менде лайк басу деген осылай тұрады. Так, міне осылай қаратамыз да, оны кішірейтеміз нықтап. Так, кішірейткеннен кейін осы жерге қоямыз. Так, міне әдемі қылдыру үшін барынша әдемі аламыз. Мен прибавканы алып тастайын. Так, дәл қазір осылай қоямыз. Міне, енді осыны ең астына апаратын боламыз. Так, міне, осында стрелканды, так, достар, стрелканды мен мына жаққа шейін апаратын болам. Міне, осылай тұрады. Осыны асат апарсақ болады. Так, достар, бізде осындай кереметте превью шықты. Осыны сахан кететін боламыз. Өзімізге сахан кетеміз. Так, сахан кетілді. Осыны оны галереямызға сахан кетеміз. Так, достар, ендеше осы туториал ұнаса обязательно смелайктарды басыңдар. Және астында подписаться деген мәзірді басып кетіңдер. Қып-қызыл. Сіздермен болған мен Рези, амандықта жүздескенше, қош, сау болыңдар.
Так, достар, бізде осындай кереметтей топовый превью шықты. Бұл превью ұнаса, обязательно смайлайктарны бас, подписаться мәзірді бас кетіңдер. Достар, егер сіздер осы туралы үйренбей жатсаңыздар, менен ВК-ЛСМ жазуға болады, немесе мен заказ алуға болады. Жақында достар, мен пролист шығаратын боламын, так что смайлайктарны бас кетіңдер. Мен достар, мен айтып кетейін, мен пролистті дизайнер бола аламын. Так, короче, достар, енді сіз осы видеоны аяқтайын. Осы видео хотя бы 55 лайк жинап кетейік. Амандыққа жүзгенше сіздермен болған мен Рези. Амандыққа жүзгенше қош сау болыңдар. Spotlight, moonlight, nigga, why you tripping? Get your Mariah. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so